Сабағымыз 94-ші сабақ, заттың санын білдіретін сөздер. Бірінші жады мәтін түсініп оқы дейді. Жақсылық Үшкемпіров, Дәулет Тұрлыханов, Ақжүрек Таңатаров, атақты палуандар дейді. Күрес қазақ халқының ұлттық спорт ойындарының бірі. Күрес адам денесін шыңдайды, күшін арттырып, өсіп жетілуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен қоса оларды батыл, ержүрек, табанды болуға дағдыландырады. Мәтін бөліктерінің орнына қой дейді. Мәтін ат қой дейді. Біздің батыр жігіттер, немесе біздің спортшылар, саған күрес ұнай ма? Әрине ұнайды, балалар. Өте денсаулығыңызға пайдалы. Екінші ату, жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап дейді. Балалар, екі мықты мен дескен, бір-бірімен белдескен. Балалар, бұл жерде екі мықты мен дескен, бір-бірімен белдескен кім болады? Палуандар, палуан деп жазамыз, бұл жерде. Балалар, заттың санын білдіретін сөзді тап, қай сөзбен байланысып тұрған көрсет дейді. Сан екі мықты, Үшінші ату, суретке қара, қандай сандарды көріп тұрғанды айт дейді. Бұл жерде 2, 3, 4, 5 көріп тұрмыз. Біздің сыныпта 2-мен, 3-пен, 4-пен, 5-пен оқитындар бар, Мен сабақты 4-пен және 5-пен оқимын, Балалар, сіздер де сабақтарыңызды 5-пен, 4-пен оқыңыздар. Олар өте жақсы бағалар, Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.